Естіліп тұр ғой, жақсы, иә? Иә, естіліп тұр, маған естіліп тұр сенің сөзің. Ендеше бізден, сіздің парақшаңыздан да, біздің парақшадан да достар қосыла береді. Және сауалдар болса, мен сізге қойып отырам. Оған дейін өзімнің сауалдарымды қоя берейін. Қайырлы күн, барлықтарыңызға қош келдіңіздер дейміз. Біздің парақшамызда бүгін театрдың көркемдік жетекшісі Оразалы Ақжарқын Сәрсенбек мырза сұрақтар театр өнері, жалпы шығармашылық жөнінде сұрақтарыңыз болса, қойып отыра берсеңіздер болады. Сонымен Оразалы, жалпы өнер деген ұғым туралы өзіңіздің ойыңызды сол жайында айта кетсеңіз. Енді өнер жалпы өнердің қазір, жалпы оны бір сөзбен айтуға болмайды ғой өнер дегенді. Өнер деген жалпы, мен ойлаймын, өз Алла тағала адам баласын жер бетіне жібергеннен кейін Құран кәрімді түсірген ғой. Жалпы адамның адам екенін білдіру үшін, оның рухын қозғау үшін. Оның адам деген, ол не құдірет, ол басқа жан-жануардан, жәндіктен оның айырмашылығы не? Демекші, бертін келе мен ойлаймын, сол адамдар жалпы, мынау, сонау бір жабайы заманнан бері өткеннен кейін бір сұлулықты іздеу керек болғанда, білдіңіз бе? Сұлулықтың оның тікелей, оның жолы, оның мамандығы, өнер ғой, өнердің саласы көп қой, бірнеше мысалға. Өнер алды қызыл тіл дейді мысалға біреулер. Сол мысалға алғашқы әдебиеттен басталған дейді, біреулер музыкадан басталған. Жалпы меніңше ойлаймын, бұл енді біреу келісер, біреу келіспес. Бұл сол мен өзім айтатын бір сөзім бар. Жалпы мынау мен өз басым асылық айтпайық. Мынау театрды мешітке теңеймін бір жағынан. Себебі мешітте де Құранның тілімен сөйлесек, ал театрда адамның тілімен сөйлейміз. Яғни бірақ жалпы екеуміздің айтатынымыз, мақсат, мұратымыз біреу ғана. Ол сұлулық, ол махаббат, ол имандылық түптеп келген кезде. Сондықтан мен ойлаймын, ол өнер деген адамның өзін өзі зерттейтін бір мамандық қой, бір сондай бір солай меніңше. Өнер деген ол адамның өзін өзі зерттейтін мамандығы. Өнерді қасиетті деп жатамыз. Осындай қасиетті өнерге келу үшін адам бойында қандай қасиет басым болу керек? Сіздер өнерге келгенде... Ал, иә, мынау жалпы Расул Гамзаттың айтқан сөзі бар. Ұлы, мынау ақынның айтқан сөзі бар. Что такое талант дегенде? Талант – это чуть-чуть способности, трудное детство, дейді. Адамның бойында кішкентай бір қабілеті, және де мынау адам бала кезінен бастап, сол бір өзі бір кішкентай бала елгезек болады. Бір көреген болады. Ана болатын бала елгезек деген қазақта сөз бар ғой. Ол әдейілеп меніңше біреулер мен өстім, мен бүйттім, сөйттім деп, ол кітап оқығаннан келетін шығар өмірге, әрине. Мысалға біреулер өнерге. Ал мен кітап оқығаннан келдім деп айта алмаймын. Себебі біз ауылда, далада өстік. Әдебиет керемет көп болған жоқ. Біз ауылдың даналарының, ақсақалдардың сол дана сөздерін тыңдап өстік. Және де мен ойлаймын, адам ол оқығаннан ақылды болып, түйсікті, саналы болып кетпейді. Мен ойлаймын, алдыменен сол түйсікті, сананы қозғайтын ең бірінші адамның мынау ең алғашқы мынау дүниені тоқи білуі. Оқи білу емес. Оқу да керек қой, әрине. Кейіннен өзінің кругозорында өсіру үшін, бірақ тоқи білу керек меніңше. Біз де сол кішкентай кезімізден өстік, ауылда түк болған жоқ. Біз кішкентай ғана қалың жантақ пенен жусаның арасында өстік. Біздің тіпті талда болған жоқ. Мысалға, бірақ сол біз үшін сол дала, мидай дала бір жатқан бір құбылыс еді. Мынау Олжас Сүлейменовтің айтқан сөзі бар ғой. Будем возвышать степь, не унижая горы деп. Сол сияқты біз даланың баласымыз ғой. Біздегі үйдің айналасындағы толып отырған құстың ұясы, жаңағы мынау кішкене құмырсқалардың жаңағы жүрген жері, гүл, көктем, жаз, біз тек қана далада өстік. Мен ойлаймын, сондықтан адам өнерге келген кезде ең алғашқы, айтып отырмын ғой, біреу оқып білетін шығар көп нәрсені. Оқи білу де керек. Бірақ меніңше өнерге адам өмірді тоқып біледі.
ол әңгіме онда өзіңе өзің қоятын бір кішкентай кезіңнен бастап бір өзіңе біз сұрақтарың көбейіп кетеді адамда. Бір сол оны келе егер де шынында да сол өнердің таза жолына түсіп кетсеңіз, ара қарап әрине ол адам сол үлкен ғылымның жолына түсесіз де сол кез зерттейсіз ғой. Өзіңізді ұстаз ретінде жақсы білеміз. Жалпы ұстаздық жолыңыз және бүгінгі ұстаздық, ол мен ойлаймын, жалпы менің өзім Алла тағала жер бетіне жібергенде ұстаз болсын деп жіберген болу керек. Мен өзімнің жақсы көретін бір жазушы авторым бар, Паоло Коэльо. Сондағы барлығы, дүниенің барлығы заңдылық қой. Өзі Алла тағала жер бетіне жібергенде пешенеңде не жазылса соны көресің дейді ғой. Сол сияқты мен өзім ұстаздықты жақсы көремін. Ұстаздық дегенде ол бір мұғалімдік пен ұстаздық екеуі екі бөлек қой. Ол мұғалімдік деген, мысалға жапондықты айтады екен, егерде жапондықтарда мысалы ұстаздық деген және мұғалімдік деген екеуін екі бөліп алады екен. Егер ұстазбын десең, шәкіртің кім деп сұрайды екен. Сондықтан да ұстаздық деген бұл адамның бойына берген бір қабілеті, бұл талант деп мен өз басым ойлаймын. Және мына адам біреуге бірден айтқым келіп тұрады. Өзінің кейінгі жастарға, мен мысалға өзім академияда жұмыс істедім, 2 жылдай заведующий кафедра болдым. Және де басқа курстың балалары бар, бізде толып отырған небір үлкен ұлағатты ұстаздар бар. Бірақ маған сол бір қазіргі біздің академияда жүрген қаншама осы біздің факультетте жүрген балалардың бәрі мен үшін бірдей. Қайсы болмасын, мен бірдеңке айтып, соларға бірдеңке жеткізгім келіп, ана бұлақ көрсең көзін аш демекші, соларға бірдеңке айтқым келіп тұрады. Жалпы мен ойлаймын, ұстаздық деген, ана орысшалап айтқан призвание. Призвание, адамға біреуге бір сол бұлақтың көзін ашқым келіп тұрады. Бірдеңке жеткізгім келіп, шіркін ай мынау білмей тұрған шығар мына жерін. Біз енді көп көрдік, көп оқыдық қой. Мынау соның барлығын мынау балалар, біз де осындай біз бір кездерде әлі балаң жас болдық. Сондықтан сол уақыттарда біздің өмірдің парқына бармаған кезіміз болды. Мынау жастар қазір білмейді ғой. Осын деп кішкене ары қарап соны тереңге бойлатқым келіп тұрады. Кішкене тереңірек ойласа екен деп. Ал енді өзімнің курсым бар. Соны қайда? Менен 99 жылы қырғыз группасы бітіріп шықты. Бірінші рет, ол тарихта бірінші рет болған оқиға. Ол жаңа Қазақстан менен Қырғызстанның келісім шарты бойынша. Оның бер жағында, оның кейін 99 одан бітірген балалар қазір жан жақта үлкен алды өнердің кәдімгі үлкен қайраткерлері болып кетті. Қырғызстанда, сол Қазақстанда қазір жүріп жатыр. Асхат деген менің балам бар, керемет қазір Қырғызстанның өнерін көтеріп отырған, жалауын желбіретіп. Оның бер жағында Батырбек, оның бер жағында мынау, оны бітіре салысымен мен анау неге солтүстік Қазақстанға кеттім театр ашуға. Онда барған екен, сол жылы маған бір дегеннен колледжде не туды, ұсыныс туды, осы жерден қазақ группасын ашсақ қалай болады? Бірінші рет эксперименталды түрде деп. Соны аштық. Бір қызығы, сол жолы бір өз азнаулақ қана кішкентай азғантай ғана балалар келді. Соның біреусі қазіргі бірегейі болып кетті ғой, мына Самал Ислямова. Сол 4 жыл, 3 жыл менен оқып бітірді. Қазір Қазақстандағы үлкен белгілі жұлдыз ғой, кешегі Канн фестивалінде бас бәйгені жеңіп алған. Ал сол сияқты әрине ол бұл да болса да адамға бір көңілдің қуанышы, адамға бір мақтаныш. Ал бірақ қазір мен өзім ойлаймын, егерде шынында да менің ата-анама, Алла тағалаға рахмет, егерде жер бетіне жіберген кезде менің бойымда осындай бір қабілеттер болып, мүмкін сондай бір өнердің бір үлкен халыққа қызмет жасайтын, енді жұлдыз деген бір әдемі сөз бар ғой. Өнердің жұлдыздарын егерде елге сәулесі түсетіндей бір сондай бір өнердің азаматтарын тәрбиелеп шығарсам, мен өз басым ойлаймын, бекер жүрген жоқ екенмін ғой жер бетінде деп. Жақсы, рахмет. Мұнда біздің тікелей эфирде қонақтарымыздан сауалдар келіп жатыр екен. Иә. Қазақстанның режиссерлерін айтыңызшы. Қазақстанның театрына спектакль қоятын режиссерлерінде. Біздің театрда енді ол біраз азаматтар бар. Рүстем, мінекей мынау спектакль қойып жатыр қазір. Кешегі Антон, мысалға, өте бір өзінің керемет туындыларыменен кеше Абай туралы қандай керемет спектакль қойды. Сол сияқты енді Құралайдан бастап, осы қазақтың Халикетовна, мынау қазақтың осы қуыршақ өнерінің
ең алғашқы діңгегін қағып шаңырағын көтерген азаматшалардың біреуі ғой, әрине. Сондықтан ол жалпы қазіргі таңда бір қызығы, мынау қазір біздің театрға осы тек қана қуыршақ бөлімін бітірген ғана емес, және де драма бөлімін бітірген, драма режиссурасын бітірген режиссерлер мен актерлар көп келіп жатыр. Оның ешқандай артықтығы жоқ. Адамның егерде көңіліңізде, ар жағыңызда өнерге деген бір ұмтылыс, сұлулыққа деген ұмтылыс болатын болса, бойыңыздағы жатқан, ар жақтағы айтылмай жатқан әндеріңізді адамның бойында болады, бір кейбір балалардың бойында. Вот мен мысалы кеше ғана осы бір неден көріп қалдым, WhatsApp-тан. Бір кішкентай ғана, мүмкін ешкімнің құлағына еленбей елбетіп өте шыққан шығар, ана кішкентай баланың бір үйіндегі тышқанды өлтіріп тастаған әкесіменен сөзі, әңгімесі қарасаңыз. Мүмкін соны көп, 99% адамдар соны елемеген де шығар. Ал ол кәдімгі менің жүрегіме сол бір осы қанжар тығып алғандай болды. Сол кішкентай ғана бала, бір 6-7 жастағы баланың ана әкесінің тышқанды өлтіріп қойғандағы жөнінде. Мен ойлаймын, сол балалардан болашақ үлкен өнердің тұлғалары шығады. Ол әрине, ол бізде емес. Ол білмеймін, бізде ма, жоқ, Ресейде ма, жоқ, басқа елде ма, білмеймін. Бірақ мен ойлаймын, осында бір қадау-қадау біреулер болады, бір өмірде, бір сондай. Ал енді Қазақстанда толып отырған режиссерлар бар ғой. Ол иншалла, ол қазір бар енді. Қазір 9 театр бармыз, қуыршақ театрлары. Солардың барлығы, енді өздеріңіз білесіздер, мынау бізде қазір театр фестивалі өтіп тұрады. Үлкен халықаралық деңгейде біздің театр ұйымдастырып жатырмыз. Жыл сайын өтіп тұрады ғой. Мен ойлаймын, енді ол сондай режиссерлар көп. Жақсы. Тағы бір сауал бар екен. Иә. Еңбек неше театрға басшылық еттіңіз? Оның ішіндегі қуыршақ театр туралы ойыңызбен? Енді ол өз басым осы 3 театр ашыппын мен тарихта. Бірінші Талдықорған театрын, онан кейін Петропавлдағы Сәбит Мұқанов атындағы Қазақ сазды драма театрды өзім барып аштым. Ол жерде 6 жыл басшылық жасап, көркемдік жетекші әрі директор ретінде мен ол жерде 19 спектакль қойыппын. Оның бәрі аз емес, ол уақытта ол театрға жаңадан ашылып отырған кезі, жаңадан актерлар бар. Солай, оның бер жағында, онан кейін, енді ол жерде бір 6 жыл жұмыс істегеннен кейін ауысып, Астанадағы Қалибек Қуанышбаев театрына келіп, ол жерде 4 жылдай театрдың директоры болдым. Енді, онан кейін айланып, енді өмір, өзі бір адам өмірді болжап болмайды ғой, кейбір семьялық жағдайларға байланысты Алматыға қайтып келуге тура келді. Осы Алматыда қызмет жасап жүрдік. Осы жерде, онан кейін мынау сол өмір солай болды, жол түсіп, Қуыршақ театрына келдім. Қуыршақ театр деген бұл бір құдірет. Жалпы мына жерде егер тыңдап отырған бұн жастар болатын болса, мен өз басым кей кездерде өкінем. Мен неге сол о баста Қуыршақ театрыменен осы драма театрдың ортасындағы байланыстырып бір синтез дейміз ғой. Қазіргі жастардың тілінде сленгті микс дейді. Сол миксті неге мен о баста соны білмедім. Әйтпесем, сол екеуінің ортасын қосса, мүмкін бір керемет туындылар, басқа бір тағда бір ерекше бір туындылар шығарым еді деп. Бірақ жалпы әрине Қуыршақ театрының орны ол ерекше, ол бөлек. Ол бізде кішкентай 3 жастан бастап 13 жасқа дейінгі балаларды соларға біз спектакльдер қоямыз. Оның айырмашылығы не деп сұрайтын болсаңыздар, ол бірақ қана дүние. Ол кішкентай баланы алдауға болмайды өмірде. Себебі үлкен кісілер әйтеуір бір аузы күйген демекші, үрлеуші, олар біледі ғой, өмірде жақсының, жаманның да, ақтың да, қараның бар екен. Ал кішкентай бала енді ғана жаңағы дүниеге бой көтеріп келе жатқан жас сәбиді, меніңше оған шынайы спектакльдер қойылуы керек. Қандай деңгейде болмасын, қай тілде болмасын, шынайы спектакльдер. Мен ойлаймын, Қуыршақ театрына болашақ келетін, егерде жастары болатын болса, режиссер болып келем дейтін, актер болып келем дейтін. Меніңше, ол Қуыршақ театрының жаңағы осы жағынан келген кезде талабы кішкене тереңдеу, және талабы биіктеу. Көрермендер көбіне бүгін парақшада қонақта отырған ересек көрермендер. Сондықтан сол театрында сахналанатын ересектерге арналған спектакльдер жайлы, олардың ерекшелігі жайлы айта кетсеңіз. Ол дұрыс қой, ол Қуыршақ театры дегеннен кейін ол бізде мынандай бір стереотип қалыптасып қалған. Қуыршақ болғаннан кейін тек қана қуыршақпен ғана деп. Кішкентай балаларға деп айту ол шаблон, ол қалыптасып қалған меніңше стереотип.
Сонда кейінгі кезде осы бір өздеріңіз білесіздер 3 жылдай болып қалды. Біздің театрымыздың басшысы қазіргі Талғат Есенәлиевтің келуіменен байланысты қазір осы басқа да бір терең дүниелерге қазір барып соған сол төңіректе біз спектакльдер қойып жатырмыз. Оны өздеріңіз білесіздер, Ромео и Джульетта, Макбет, оның бер жағында Ана жер ана, Ана жүрегі, және кеше ғана қойылған Мен бір жұмбақ адаммын, Абай атамыздың 175 жылдығына арнап қойдық. Өте бір керемет спектакльдер. Керемет, терең. Осы бір кей кездерде сол спектакльге біздің осы әсіресе біздің қазақ көрермендер аздау келіп қалған кезде көңіліміз кішкене ортайыңқырап қалады, қарнымыз ашыңқырап қалады. Мына өзбектерде сөз бар, кішкене біздің қазақтарға ауырлау тиетін сөз. Қазақтар шуылдап жүріп мешіт ашады да, одан кейін өздері бармай қояды деп. Сол сияқты өзі мына театрымыз бар ғой. Баяғыда біздің аталарымыз айтатын, біздің көрші ауылға 30 шақырым жерге театр келді деген кезде атпенен, есекпенен, өгіз арбаменен бүткіл ауыл болып көшіп барып, сол 30 шақырымдағы сол спектакльді көретінбіз. Сол уақытта оның жаңағы ол жанып тұрған ол уақытта мынандай свет те жоқ. Жан жаққа айырға жаңағы мына тезектерді бөктіріп қойып, соған май құйып жағып отырып деп. Ал қазіргі мына қойылып отырған мысалы спектакльдер, кеше айтып отырмын ғой, Ромео и Джульетта, осында терең спектакльдер бар. Онан кейін мына жағында мен айта кетейін. Осы кей кездерде біз өзіміз мына дініміз бар, тіліміз бар, дініміз бар. Біз неге соны жаңа балаларымызға айтамыз ғой, сен неге сөйтпейсің, неге бүйтпейсің, неге оқымайсың, неге көрмейсің? Ертең күні ол азамат болған кезде сол азаматтан біз болашағынан үлкен зор үміт күтеміз. Осының парасаттық деңгейі биік болса екен, арғы біздің жеті атамыздан келе жатқан біздің мынау қанымызды білдірсе екен, біздің тегімізді білдірсе екен деп. Осы біздің ұрпағымыз шіркін ай деп әрбір балаға әдемі ат қойып қоямыз, кәдімгі құдіретті ат қоямыз. Сөйтеміз де өзіміз сол баланы ертең күні театрларға алып бармаймыз. Білдіңіз ба? Мен жаңа айтып кеттім ғой сөзімнің басында. Мен үшін театрда ол мешіт. Ол адамның рухын таныстыратын мешіт. Адамның жанын таныстыратын, ұлттың жанын таныстыратын, тінін, дінін таныстыратын ол мешіт. Сондықтан мен ойлаймын, аталар, апалар, папалар, мамалар, солар кішкентай баланы, жаңа жеткіншекті қолынан жетектеп алып, ал айналайын театрдың алдына келіп, білесің бе, біз қайда келдік? Бұл қандай ғимарат, білесің бе? Бұл дегенің, бұл бүткіл қазақтың тарихы осында. Біздің тіліміз, біздің мәдениетіміз, салт дәстүріміздің бәрі осында деп. Егер де кішкентайынан бастап құлағына құйып өсірсек, ол бала ертең азамат болып, өзімізге рахмет айтатын болады. Бізде бір керемет қазақта бір сөз бар. Жаңағы, қалай дейді, балаңды тәрбиелеме, өзіңді өзің тәрбиеле. Балаң бәрібір айланып келгенде саған ұқсайды, саған тартады дейді. Яғни, ол өте дұрыс сөз. Білдіңіз ба? Содан кейін бір шығыстың ғұламасының айтқан сөз бар екен. Қараңғы деп қараңғыға тас лақтыра бергеннен гөрі өзіңнің шаңырағыңда шам жақ деген. Керемет, бұдан артық сөз жоқ. Ал біз отырып аламыз да кей кездерде үйде отырып, тіліміз қайда кетті, тарихымыз қайда кетті, ананың сөзіне еріп, мынаның сөзіне еріп, бір кей кездер тобырлық психологияға кетіп қаламыз. Білесіздер ғой, тобырлық психология мен тұлғалық психология. Сондықтан осы мынау тұлғалық психологияны, баланы кәдімгі ең басында мынандай не бар ғой, баланы 7 жасқа дейін ғана тәрбиеленеді дейді. Ары қарап 7 жасқа дейінгі өмір бүткіл баланың тәрбиеленіп, кәдімгі аяғына тұратын өмірі да, ал 7 жасқа дейінгі өмірі ол сол қалай нені қабылдап алды, солай кетеді екен. Сондықтан сол 7 жасқа дейінгі балалардың, мен ойлаймын, соларды сол о бастан бастап, тек қана театр ғана емес қой. Мысалы музыка бар, мынау керемет музейлер бар біздің осы жерде. Білесіздер, мынау Қастеев атындағы, болмаса толып отырған музейлер. Мен көп көрмеймін соның бәрін аралап жүрген қазақтарды. Соны көрсетіп балаларды. Одан кейін өзіміз балаларымызға ренжиміз. Сен неге сөйтесің деп. Ал сол уақытта өзіңнің жіберіп алған қателіктеріңді сол уақытта бала жаңадан қалыптасып келе жатқан кездегі бұғанасы қатып, еңбегі қатып қалған келеткен кездегі сол уақыттардағы сәтті өткізіп аламыз. Сол 7 жыл уақытты меніңше. Жаңа ұяда не көрсең ұшқанда соны ілесің дейді ғой қазақ. Сондықтан менің айтар өзіміздің бауырларымызға, елімізге айтар менің өзімнің бір ауыз осындай бір менің де іштей талабым бар. Жақсы, рахмет Оразалы аға. Бізде тікелей эфирдегі
Фархат, ассалаумағалейкум. Оразали аға, сізден үлгі аламыз, сөйлескен сайын рухани байып қаламыз. Аман жүріңіз деп тілек білдіріпті Фархат Молдағали, Сәбит Мұқанов атындағы драма театрының режиссері. Фархатқа көп рахмет. Ол менің ашып кеткен театрым ғой. Мен ол жерде 6 жыл жұмыс істедім. Мен сол Фархат сол жерде жұмыс жасап жатқанына, өзімнің шәкіртім, ол екеуін мен бөліп айтпаймын. Мен осы Қазақстандағы қазір бір 60-тан аса театр бар. Соның бір театрында бір режиссер шығыпты, бір жақсы спектакль қойылыпты, бір жақсы актер шығыпты десе, мен шапкамды аспанға атып қуанам. Себебі біз кішкентай ғана, азғантай ғана халықпыз. Әлі театрымыз керемет аяғына тұрып кетті деп айта алмаймын. Сондықтан, бірақ сол Фархат, сол бір кейінгі кезде бір шығып келе жатқан, мына қадау театрдың ішіндегі көп, мына театрлардың ішіндегі соның көп режиссердің ішіндегі бірегей режиссер. Ол молодец. Кешегі бізге қойып кеткен қара көзі, бізге көрсетіп кеткен қара көзі. Ол керемет, үлкен сенсация болды. Ол жаңағы мына Мұхтар Әуезовті танудағы, оның шығармасын танудағы, махаббаттың құдіреті не екендігін, оған дейін әрине жүздеген режиссер қойған шығар. Ешқайсына мен сын айтқым келмейді, бірақ мен Фархаттың қойған спектаклі өте керемет. Оның кейін мына кеше мына осы Ғабит Мүсірепов театрында келіп құлагерді қойып кетті. Қандай керемет спектакль. Просто мен ананы көріп, мен құлагерменен кім шешті оны? Ол құлагерді, оны Ахан қылып алу, құлагерді Сәкен қылып алу, құлагерді Мағжан қылып трактовка жасау, оны бір-ақ ауыз сөзбенен білдіріп кету, кішкене ғана астын сызып, мен жастарға сенемін деп. Яғни қазақтың жаңа құлатып отырған, орға жаққан құлагері ол ат емес. Ол образбенен алып отыр. Ол кешегі біздің мына аптал азаматтарымыз, қазақ үшін мына Ахмет Байтұрсыновтар, мына кешегі Торайғыровтар, мына сол сияқты қазақтың толып отырған біздің кәдімгі нағыз мына осы көшті бастаған біздің сол уақыттардағы біздің осы азаматтарымыздың бәрін әдейілеп саясаттың сол несіменен атып жіберді ғой, барлығын жойып жіберген ғой, білесіздер. Сондықтан мен Фархатқа жалпы, мен ойлаймын, ол тек қана менің ғана сөзім емес. Оны біз басқа да осы академияның төңірегінде, осы өнерді түсінетін азаматтардың төңірегінде бар сөйлесіп атамыз ғой. Осы Фархат туралы, анау бар екен, Дина бар екен, ойпырмай керемет шығып келе жатыр. Фархат бар екен, кешегі мына Батырбек бар екен, қандай керемет. Сол сияқты осындай бір әдемі қадау осы бір біздің режиссерларымыз шығып келе жатыр. Мен өте ризамын бұған, шынымен. Себебі біз әлі театрды терең түсіну үшін, мына Тұңғышбайдың өлеңі бар ғой, бір жаңағы, қанша мақтап жүрсе дағы, бізді әлі көп жаңағы терең түсінген жоқ бірақ демекші. Сол сияқты әлі театрды қазақ, мүмкін кей кездерде қазақ театрға бір аздау, кемдеу баруы да мүмкін біздің әлі театрымызды түсінбей жатқандығы шығар. Одан кейін мен ойлаймын, мына өзіміздің театр сыншыларына да бұл айтылатын бір ауыз біздің, оларға да біздің айтылатын бір ауыз сауалымыз ба, олар да осы жағын көбірек зерттесе екен деп ойлаймын. Сондықтан мен ойлаймын, осы бірнеше режиссердің ішіндегі ең алдыңғы қатарда тұрған жас режиссер, және де менің қуанатыным, менің мақтанатыным, ол мен сол өзімнің кеше барып шымылдаған ең алғашқы, өздеріңіз білесіздер, 2000 жылы мәдениетті қолдау жыл деген жыл болды. Сол жылы президенттің өзі келіп, сол уақыттағы президент Нұрсұлтан Әбішұлы келіп, сол білесіздер, Қазақстанда 6 театр ашылған болатын. Сол 6 театрдың екіншісі біз болдық. Сәбит Мұқановтың Аққан жұлдыз спектакльменен осы ең алғашқы шымылдығымызды ашып, сол уақытта сол президенттің өзі қатысқан болатын. Енді одан кейін тағы да бірнеше театр ашылды. Сондықтан мінекей сол театр, мен айтып отырмын ғой, қазір сол театрдың, сол менің бастап кеткен бір жақсы бір үрдістерімді жалғастырып жатқанына, менің бастап кеткен өнерімді жалғастырып жатқанына, тек қана менің емес қой, ол жерде менен де басқа қаншама актерлар жүр, қаншама режиссерлар келіп спектакль қойып жатыр ол жерде, жақсы. Сондықтан мен оған ризамын, Фархатқа. Рахмет. Бір сауал бар екен. Иә. Ұстаным туралы айтсаңыз дейді. Өнердегі басты ұстаным, менімше өзімен мынау студенттерді, шәкірттерді бірінші курста қабылдаған кезде айтам,
біз үш түрлі жолда мына бағытта сабақ береміз. Бірінші теориялық, екінші практикалық, үшінші философиялық. Менімше ең басты ұстаным ол былай сыртқы формасы емес, ол сұлулыққа емес. Менімше ең басты ұстаным адамның жаны жаралы болу керек. Мен мысалға өз басым еш уақытта тіпті гүлді жұлып алмаймын. Мысалы, ертең міне осы қазір бәйшешектер өсіп шығып жатыр ғой, болмаса ертең қызғалдақ шығады. Мысалға, мен еш уақытта, себебі дүниенің бәріне менің жаным ашиды. Ол сонау бір жер бетіне келген, ол да бір өзінше бір кішкене тіршіліктің иесі ғой, ол да бір құбылыс. Ол сол жерде мен егер соны жатып еңкейіп, жерге жатып соны иіскей салсам, мен түгім кетпейді. Оны жұлып алсам, мен қатыгездігім ғой. Сондықтан мен ойлаймын, ең басты ұстаным мынау заман. Жалпы біз өнердің адамдары өмірді жанымызбен қабылдап, жанымызбен жауап береміз. Біздің елден мүмкін ерекшелігіміз сонда. Біз басқалар мысалға мүмкін ақылыменен қабылдап, ойымен, ақылымен қабылдап, сол ойымен жауап беретін болса, біз міндетті түрде оны ойдың елегінен, түйсіктің, сананың, оны кен жанның, рухтың елегінен өткізіп барып, менімше біз сонда ғана. Ал сол рухыңа келіп тиген кезде, жаныңа, сезіміне тиген кезде, сол кезде біздің ар жағымыздан өзіміздің жан айқайымыз шығады. Сол уақытта, сол болып отырған дүниенің бәрі неге солай, неге бұлай, неге мынау мысалы осы қазіргі дүниенің барлығы осылай болып кетті, неге бізге үйреншікті болып кетті. Мінекей мынау дүниенің барлығы астан-кестен болып жатқан кезде, орысшалап айтқан кезде апокалипсис дейді. Соның барлығы болып жатқан кезде біз мына жақта мысалға өнердің адамдары, қаншама адам әрине кино түсіріп, қаншама режиссерлар спектакль қойып шырылдап жатыр да, бірақ күші жетпейді. Күші жетпейді, себебі Сократтың айтқан сөзі бар ғой. Я знаю то, что не знаю ничего деп. Сол сияқты білмеймін. Осы бір уақыт өткен сайын бір күрделене түсе ма, сол бір менімше сонда менің айтарым, соны зерттеу, соның ар жағында не жатыр. Менің бір жолдасым айтып еді, 20 ғасырда біз бәрін зерттеп болдық, аспанды, көкті, жерді, планетаның барлығын. Енді 21 ғасыр адамды өзі зерттеу ғасыры болады. Себебі адам бәрін зерттеп болды да, өзін өзі әлі таныған жоқ деп. Сократтың айтқан сөзін айтып отырмын ғой, сол сияқты мен ойлаймын, осы жаңағы мойныңызға қоржыныңызды арқалап алып, жалғыздықты жаңағы жалау өтіп, жаңағы дәруіштер сияқты ел аралап кетсеңіз, басқа байлықтың ешқайсысына қарамай, байлықтың ешқайсысына көңіл бөлмей, мойныңызға, бізді кішкентай кезімізде болатын бір дуана дейтін дәруіштер жүретін, мойнына ала дорбасын арқалап алып. Менімше, сондай жолға түсемін деген адамнан ғана, сондай адамдардан ғана, сонда менімше сонда ғана солардан нағыз өнер шығады. Ол әрине, ол барлық адам сондай болды, сол жолға түсіп кетіңдер, мойындарыңа жаңағы қоржын арқалап алыңдар деген шарт емес. Мен ойлаймын, ол адамның шынында да өзі Алла тағала өз жер бетіне жібереді сондай қылып баланы. Сол бала сол жолды қуалап кету керек. Бар ғой, бізде қазақта айтады, бір арқасы бар. Мына кішкентай кезінен бастап. Осы баланы, сол бала сол жолға түспесе, ақындық жолға түспесе, болмаса бір жаңағы музыка шығармаса, болмаса ол баланы ертең күні сол өзінің сол арқасы ақыр жеңеді да, ол бала кейіннен бір кішкене ауыр болып, әуей болып қалады. Жалпы. Яғни бойыңыздағы жатқан сол бір құбылысты, сол жатқан, сол бір іштегі тебіністің бәрін сыртқа шығару керек. Ол әрине, ол барлығы жер бетіне келген адамның бәрі бірдей емес қой. Бірақ жер бетіне миллиард адам келетін болса, мысалға, айтады, жер бетіне мүмкін 1000 пенде келетін шығар. Бірақ сол 1000 пендеге пара-пар, бірақ өнердің адам жер бетіне жібереді екен дейді. Сол таразының басын 1000 адамменен бір адам теңестіріп ұстап тұрады екен. Енді білмеймін, қазіргі заманда ол енді не бір ғұламалар бар ғой. Осы киноның төңірегінде білесіздер, қаншама керемет кинолар түсіріліп жатыр. Қандай керемет спектакльдер, қандай керемет музыкалар бар, қандай керемет суреттер бар. Жалпы адам өзін еш уақытта сол адам болып жерге келгеннен кейін, мынау мен ойлаймын, біз адам өзі жер бетіне келген кезде бір мынау кішкентай ғана мына көкірегінің тұсында бір құмыраның ішінде бір кішкентай гүл өсіп тұратын сияқты. Алла тағала сол гүлді сен суғарып отыр деп, соған нәр құйып отыр деп беретін сияқты. Ол рухани нәріміз. Ал біз тәніміздің нәрін ала береміз, күнделікті үш рет тамақ ішеміз да, ал жанымыздың нәріне бір тамшы құюды біз ұмытып кетеміз.
Ол тамшы дегенім сөзім, ол біреудің бір ауыз өлеңін оқу, Мұқағалиды ма, Фариданы ма, Фаризаны ма, болмаса жаңағы кешегі мынау, білмеймін. Сол анау бір Булгаков па, болмаса Паоло Коли ма, жоқ әлде Айтматов па, қандай бір, болмаса бір шығыстың рубаяттары болмасын. Адам бір оқып кішкене сол жаныңызды қозғап қойып отыруыңыз керек. Соны бір ай болса да, сол меніңше бір тамшы бір айға жететін сияқты. Ал егер де ол болмаса, ана гүл сөніп қалады да, гүл солып қалады да, гүл ақыры қурап өліп қалады. Яғни ол адамның жаны жоқ, тәні бар, я бәрін көреді, байлығы да бар шығар. Бірақ нағыз бақыттың не екенін меніңше ол адам сезіне алмайды. Себебі бала кезімізде ештеңені білмейміз ғой. Есейгеннен кейін барып уже. Қарасаңыз, көп адам бақытсыз. Миллиардтаған ақшасы бар, миллиондаған ақшасы бар. Бірақ бақытсыз. Себебі неге? Себебі оның жанындағы сол жаңа кішкентай гүлін өсіріп алған, жүректің астындағы. Сол рухани бір кәрәмәтті жоғалтып алғаннан кейін меніңше адам бақыттың не екенін, таңның не екенін, кештің не екенін, көктемнің, жаздың, күздің, қыстың не екенін сезінбей қалады адам. Сондықтан менің айтарым, енді мен елдің бәрін ақыл айтып кетпейін. Жалпы біреулер сұрайды, осы спектакль туралы сіз не айтасыз, қандай ойыңыз бар деп. Оларға мен бүткіл көрермендерге, мені көріп отырған көрермендерге менің айтарым, жалпы Станиславскийдің айтатын сөзі бар. Жаңа ақыл айта бастаған жерден өнер өледі дейді. Где начинается мораль, там умирает искусство дейді. Сол сияқты біз ешкімге ақыл айтуға тырыспаймыз. Қазіргі менің мынау көрермендерім мені ақыл айтып кетті ғой деп ойламасын. Біз тек қана сұрақ қоямыз. Неге сөйтеміз? Неге бұлаймыз? Себебі біз кімбіз? Біз де жер бетінде жүрген 8 миллиард пенденің біреусіміз. Өзіміздің шындығымыз ғана бар. Ал жер бетінде 8 миллиард адам болса, 8 миллиард шындық бар. Ал Құранның тілімен айтқан кезде хақ дейді, адамның тілімен айтқанда ақиқат дейміз. Ақиқат тек қана Алла тағалаға ғана тән. Біз соған ұмтылуға тырысамыз. Ол не ол? Деп сөйтіп халыққа сұрақ қойып, неге сөйтіп жатырмыз біз? Деп егерде сол тағы бір сөз бар, тағы да мына жизнь спектакля начинается после закрытия занавеса дейді. Шынында да шымылдық жабылғаннан кейін спектакльдің өмірі басылады. Себебі неге? Себебі егерде сол келген 500 адамның ішінен бір 5 адам ойланып кетсе, өзі сол білмеймін не туралы екен. Сол яғни болды. Біз яғни өзіміздің мақсат мұратымызға жеткендігіміз. Сондықтан мен ойлаймын, жалпы бұл өнердің төңірегінде жүру, әдебиеттің төңірегінде жүру, бұл құдірет қой. Құдірет. Бұл бұдан артық білмеймін, ештеңке жоқ. Бұл мен өз басым солай деп ойлаймын. Мен басқа ештеңке жоқ. Ол басқасының бәрі құры пендешілік. Соны түсінбегеннен кейін кей кезде мына жақтағы құндылықты, онан кейін кеудедегі құндылықты, белден төмен құндылықтарды біз кей кезде шатастырып аламыз. Ал егерде өзіңіз іштей гармонияңызды ұстағыңыз келетін болса, жаныңызды қашанда болмасын, рухыңызды сол қашанда сол бұлай сараптап отыратын болсаңыз, меніңше ол өнерде әр қашанда өнердің төңірегінде жүру керек. Тек қана біздің ғана театр ғана өнер емес. Ол біз енді кей кездерде мен осы солтүстікте де жүргенде де, болмаса Астанада жүргенде театрда басқардым қаншама жыл. Сол кездерде менен сұрайды, мен айтам, спектакльге келесің бе деп. Ойбай, ореке уақыт жоқ дейді. Сонда мен айтам, мен сол солтүстікте жүргенде айтатым, сәке, тәке, көке, айналайын, мен жылда 5-ақ спектакль қоямын. Бір жылда 5-ақ спектакль. Мен сол жерде жүріп, сол 6 жылда 19 спектакль қойыппын. Менен басқа ешқандай режиссер болған жоқ. Өзім директор, өзім көркемдік жетекші, қазір күліменен, отыменен кіріп, күліменен шығып жүрдік. Сол уақытта, солар айтады маған, менің уақытым жоқ деп. Сонда мен айтам, жаңа, сәке, мен өзі жылына 5-ақ спектакль қоямын. 365 күннің, 5-ақ күннің бір 2-3 сағатын маған арнаңызшы. Сонда 5 сағат, жаңағы 5 спектакльге біздің ары кетсе, 10 сағат уақытыңыз кетеді. 365 күндегі. Яғни ол адамның ішкі өзінің еріншектігі, өзінің жанның еріншектігі, тәннің еріншектігі емес. Сондықтан мен ойлаймын, осылай, ол жаңағы уақыт жоқ, анау ғой, мынау ғой деген, ол жалпы кей кездерде біз өзіміздің ұлтымыздың менталитетіндегі бір кішкене ынжықтығымыз ба, еріншектігіміз ба, жанымызды қозғағымыз келмейтіндігі ме солай. Робин Шарманың кітаптарын оқыдыңыз ба дейді. Жоқ, оқыған жоқпын.
Оған жоқпын, айып етпесін, мүмкін хабарласып егерде не қылатын болса, маған инстаграмадан осы неден ссылкасын салып жіберсе, мен өзім қазір кітап оқитындай көп уақыт көп деп айта алмаймын. Жалпы бізге кей кездерде қазір бір кітап оқуда бір шарт емес шығар. Кей кездерде біз енді өзіміздің ішімізде толып қалған талай ой бар. Бір шығыстың бір айтып отырмын ғой, бір ғұламасының бір шумақ рубаятын оқысақ, соның астында өзіміздің де бір роман жазатындай қазір деңгейге жетіп қалдық қой қазір. Менің өзімнің айналысып жатқан қазір бірнеше пьесаларым бар. Жаңа ел білет. Мен енді бір жағынан академияда өзім ұстазбын. Онда қойып отырған қазір дипломдық спектакліміз бар. 25 студентіміз бар. Мұрат екеуміздің Ахманов. Онан кейін оның бер жағында мен Қуыршақ театрына да басқа бір спектакльдер қазір қойсақ деген, әрине ол өзіміздің жұмыс болған екен, ол бар. Оның үстіне елдің бірі білсе бірі білмейтін шығар. Мен мынау осы жақын арада осыдан бір 2 айдай бұрын өзімнің армандап жүрген, сонау 20 жылдан бері армандап жүрген театрымды ашқан болатым. Мэтс 13-18 деген. Вот. Ол да бір арман. Оның да бір 2 спектакль шығардық. Ол да бір жұмыс. Оның да төңірегіндегі репертуарларды іздеп. Оның да біраз репертуарларын іздеп. Онан кейін жақында біз осы Алматыда жүрген біраз жас драматургтерді жинап алып, соларменен өзара мынау дөңгелек стол жасап, соларменен сұхбаттастық. Оларға менің айтқаным былай: сіздер пьеса жазасыздар, бірақ кім оны қоятынын білмейсіздер ғой, әйтеуір жаза бересіздер. Ал енді естеріңізде болсын, мінекей Мэтс 13-18 экспериментальный театр студия, мінекей енді ашылды. 13-18 деген себеп ол примерно жас шамасы, осы жастарға арналған осындай спектакльдерді қоятын, жастардың тілімен сөйлейтін, солардың талғамына сай келетін мінекей осындай театр аштық. Ал енді сіздер соған сіздер пьеса жазыңыздар деп оларға да қозғау салып жатырмыз. Әрине ол енді мен айтып отырмын ғой, 3 театр аштым деп. Қазіргі енді бірінші театрда актер болдым, екінші театрда мен директор, әлі көркемдік жетекші болдым. Үшінші театрда мынау енді мен учредительмін ғой, осының енді негізін қалаушымын. Сондықтан бұл да ойда жүрген дүние, бұл бір эксперименталды, бір жастардың тілінде сөйлейтін, жаңа айтып кетіп отырмын ғой. Бір сондай бір спектакльдер болса екен. Енді қазір көріп отырамыз ғой, мынау қазір интернеттің өскен заманы, мынау электрониканың, технологияның өскен заманында, меніңше, мынау өзі алға қарап жылжу керек. Үлкен эксперименталды спектакльдер болу керек. Мынау жаңа айтып отырмын, жаңа сол Фархатбектің қойған спектакль, кеше Батырбектің, мұнда Данияр деген Азамат Базарқұлов, оның да қойған жап-жақсы спектакльдері бар. Бұл тек қана мен өзімнің ғана спектакльдерді өзім режиссер ретінде, енді елдің бірі білсе, бірі білмейді. Мен де сонау 80-ші жылдар Мәскеуден сол режиссураны бітіргенбіз. Менің де бойымда толып отырған айтылмаған әндерім демекші, қоймай қалған спектакльдерім бар. Мен енді бір 20 шақты жыл театрдың директоры болып кеттім ғой. Театр басқарып жүрдік. Бірақ енді сол іштегі қалған әнімізді шығару үшін, жан-жақтағы жүрген экспериментальный спектакльді қоям дейтін жастар болатын болса, жас режиссерлар, солардың бірін шақырып, сол бір жерге тоғыстырып, соған сол енді қазір әрине бұның бәрін өзім ғана көтеріп жатырмын. Барлық жағы, ұйымдастыру жағы да, қаражат жағы да, барлығы өзімнің мойнымда. Мен енді азын-аулақ өзімнің осы өмірімдегі жинаған тиын тебенім бар. Соныменен қазір спектакльдер қойып жатырмын. Алғашқы 2 спектакль шықты, қазір тағы да ары қарап қоя береміз. Сондықтан да осы спектакльдердің төңірегінде жаңағы анау академиядағы жұмыс бар, Қуыршақ театрындағы, сол сияқты бұл қазір көп кітап оқуға да ол көп мүмкіншілік жоқ. Әрине, ол жаңағы жастау кезімізде көп оқыдық қой. Мен енді өте көп оқыдым деп айта алмаймын. Меніңше жаңа айтып кеттім ғой сөзім басында, ол оқи беру ол шарт емес. Миллион кітап оқып, ойында ештеңе ұстап қалмайтын біреулер де бар шығар. Бірақ менің қасымда менің Алла тағаланың берген маған сыйы, менің періштем, мені бағып жүрген, ол менің жарым, Гүлбахрам деген әдемі менің жарым болды. Гүлиена деп айтатынмын. Сол оның енді оқымаған кітабы қалмаған әлемде. Білмеймін, ол қанша мың кітап оқыған, мені көп оқымаған жерімнің бәрін сол менің жарым толтырып отыратын. Қашанда болмасын, менің жанымда болды. Қазір менің періштем, мені осы қашанда болмасын, менің жанымда, мен білем оның жанымда екен. Қазірде де менің жанымда тұр. Менің періштем. Бірақ бұл өмірде емес, ол сол
аспан әлемінде. Сондықтан қойылып та. ал иә 85 жылдық тарихы бар Қуыршақ театрының мерейтойымен құттықтаймыз. Алдағы уақытта театрда қандай жаңа қойылымдар ұсынуды жоспарлауда дейді. Жоспарлаудамыз. Мен енді өз ойым, мен енді өзім таза өзімді айтатын болсам, мен қазір өзі мынау репертуардың өзі әртүрлі мына жан-жақты қамтып отыру керек қой көрермендерді. Біз айтып отырмыз ғой, жаңағы небір әдемі спектакльдер болды, терең ойлы спектакльдер болды. Ендігі ойым мен білмеймін, қазақтың төл шығармасы Алтын сақаны қойсам ба деген ойым бар. Енді бір бүгінгі күннің талабына сай, бір музыкалы болып келеді ма, биіменен, әніменен, сондай бір кішкене көрерменге мынау көркемдік жағы сай, ойы да сондай бір зрелище дейміз ғой қазір. Сол жағына келетін. Онан кейін мен өз басымдағы ойым. Онан кейін осы жақында енді мынау індетке байланысты тоқтап қалдық. Мынау Мұқағали Мақатаевтың Хош махаббат спектаклі уже міне деп кәдімгі табалдырықты аттап тұрған кезде, алғашқы премьерасын ойнап жатқан кезімізде ол да тоқтап қалды. Ал енді басқа режиссерлардың барлығының дайындалып жүрген, ол театр болғаннан кейін, ол мемлекеттік, ол репертуарлы театр болған екен, әрине біздің өзіміздің алдымызда қойған бірнеше бағыт бағдарларымыз бар. Және де мүмкіншілік болатын болса, біз балалардың жасына да қарай, жаңағы 3 жасқа дейін, 6 жасқа дейін, 10 жасқа дейін, 13 жасқа дейін возрастной ценз дейміз ғой. Соған байланысты біз енді Құда қаласа спектакльдерді қоямыз. Тек қана менің халыққа айтарым, келіңіздер, көріңіздер. Біз әдемілеп тұрып тағамды дайындауға тырысамыз ғой. Тағамды, былай образын айтқан кезде. Кей кездері сол тағамды келіп, содан татып, соны жеуге де кейбір біздің азаматтарымыз кішкене ерінеді. Тағы бір сауал бар екен. Иә. Күнделік жазасыз ба дейді. Күнделікті жазғанбыз. Бала кезімізде, мен әсіресе Мәскеуде оқып жүрген кезімде, сол уақытта мен күнделік емес, мен күнделікті көрген спектаклімнің бәрін түнгі сағат 1 болсын, 3 болсын, барлығын соны жазып қоюға тырысатынмын. Қазір енді өзімнің сондай бір киіз кітабым бар, қойнымда жүрген. Қаншама уақыт өтті, жыл өтті, бірақ олар маған ойыма ой қосады. Соны осыдан 20 жыл бұрынғы Оразалиннің ойлары, 30 жыл бұрынғы Оразалиннің ойлары, солардың бәріне өзіңмен өзің тілдескен сияқты. Настольная книга дейді ғой, адам бір өзіңмен өзің айтпасам, оның бәрі ұмытылып қалады. Сондықтан мен әдейілеп күнделік жазбаймын. Күнделік ол қажетте жоқ қой қазір. Бірақ ойымды жаңағы бір шумақты сөзбен ғана, ол әдейілеп оны жаңағы мынау сөздің сөйлемнің құрамын келтіріп әдемілеп жазбаймын. Бір 2-3 ауыз сөзбен жаза салу мүмкін. Ол маған ертең күні қоятын спектакльдеріме маған ол қозғау береді. Біз енді сондаймыз ғой. Бізде режиссура, это не профессия, диагноз деген бар. Біздің өмір бақи бойымыздан кетпейтін біз бәріміз, біз кішкене осы режиссура деген бізде вирус бойымызға кіріп кеткен. Бірақ ол жақсы вирус біздің. Сондықтан қазір күнделік. Рахмет, сұрақ қойған азаматтарға бәріне. Рахмет ағай, сұхбат үшін, сауалдарға жауап бердіңіз. Уақытыңызды бөлгеніңіз үшін рахмет.